кешеде постоянно реклама кезінде той қашан деп келеді да мен жаныма ше. Кіммен той десем, Камиламен той. Сен өткендегі смс из прошлого Камила жазды ғой я. Бір нәрсе болса Камила деп өстіға береді да, сосын мен вообще басқа адаммен сөйлесіп жатқам. Сөйтіп кіммен сөйлесіп жатса Камиламен ба дейді. Я дедім. Уж қоймай қойды, күні бойы Камила. Сөйтіп адам құсап неге киноға шақырғым келген негізші. Сөйтіп жүрсе, если че киноға барып қайтайық десем, жоқ мен бармаймын дейді да. Сосын қайттан Камиланы тықты. Сосын айттым мен, ладно онда Камиламен барам дедім да, бірақ ол в шутку болған ол. Әзіл. Әзіл, я. Өйткені өзі Камиланы қайта айтады. Реклама сайын той қашан дегендей бағанаш. Екі сөзінің бірі Камила. Мөлдір? Жанахан, негізі қазір қарап отырмыз ғой енді. Жандос, негізі байқасаң, бізде қатысушылардың пікірлері бір 50-ге 50 болады да. Біреулер бір жақтап отырады, біреулер бір сенбей отырады. Ал сенде байқасаң 100% қатысушылар сенбейді да. Өйткені, білмеймін, бір сенің сөзіңмен істерің мүлдем сәйкес келмейді. Сөзің басқа жақта, ісің басқа жақта. Алдында да енді мені пранкқа қостым деп отырсың ғой. Негізі менің орнымда болса бір басқа қыз ренжитін шығар, мен бірақ қатты қуандым. Дәл сол пранк болғанына. Мына жерде бір Жандос сен емес, осы жерде бір сезім білдірген Арина сияқты қылып отырсың да, осы жерде өзінше болып. Мен Аринаға айтқым келеді. Арина, саған осылай қазірден бастап жасап жатқан адамға одан да жоқ деді, үміткеріңді күт. Саламатсыз ба Диана ханым, ассалаумағалейкум қазақ елі. Я айтып отыр ғой Жандосқа өзінше болсын. Жандостың болмысы осындай Диана ханым. Алдыңғы жылдан бері білеміз ғой, осылай отырады, өзі күліп отырады. Оның болмысы сондай болған екен, просто Арина сенікі бар ғой, шыны керек бір осы жерде ақыр таныстық бастаған екенсіңдер, бүйтіп кімге сөз салса да, кімге сөз салмай жатыр, мына жақта әйтеуір бастап жатыр ғой, мысалы. Сол сияқты екеуің мысалы ақыры оңаша кетіп бара жатыр екен, Камиланы не үшін қозғай бересің сен қайта? Камила, или Камиланы қосылғанын қалайсың ба сен? Жоқ, или қызғанасың ба, айтшы? Жоқ енді, саған неприятно, саған келіп сен бывший жігітіңді айта берсе, осындай, сен де айтасың, қумаш дейсің. Жоқ, тоқта, енді мына жерде қызғаныватсың, қызғанып жатқан жоқпын, во-первых, во-вторых, күте тұр, мен сөйлеп алайын. Енді сообщение из прошлого деген сағаннан кейін, мен Камилама деп ойланып қалған кезде, мен Камила сол үшін прикол ұстап мен оған айтқанмын. Камилама, ну ол кезде, ода жаңа жоқ деген реакция жоқ та, Диана ханым. Сол уақытта мен негізі Камилама жазып жатқан кезде сол ғана әңгіме болды, басқа. Сен неге оны айта бересің? Себебі сен өзіңе сенімсізсің. Мен неге сенімсізбін? Сен егер өзіңе сенімді болсаң, сен прошлық жайлы қозғамайтын. Смело өзің жайлы айтатын. Тоқтай тұршы, если мені ұнатып жатсам, мейлі да. Просто менің ішім ашыған, просто олып тұрды да, Арина сезім бар екен деп, мен сезім бар құсап шығарып қойғанда просто. Сенің ішің ашитындай әлі жұп болған жоқсыңдар ғой сендер. Сендер енді бастап жатсыңдар ғой. Жоқ, бағана из прошлого дегенді айта салайыншы, Диана ханым. Бағана айттым ғой, маған архивтан жазғанда, сосын мен архивтан шығарған жоқпын сөйлесіп болғаннан кейін де. Сосын бір нәрсе жазғанда маған, сөйткенде удалить етіп тастаған. Сосын мен оны из прошлого деп жазған кезде мен ояқа жаздым да, кезінде болмаған нәрсе, типа болашақта болмайды деп, ол по-любому оқиды мен, фейктан болсын, басқа жақтан болсын. И сол жерде де негіз мен айтқым келген, Камила екеуміз болашақта по-любому бірге болмаймыз, Диана ханым. Диана ханым, қос кетсем болады ма? Қайырлы күн, қайсыздар? Біз жақсымыз, сіз ше? Әсел қайда? Сәлден кейін қазір студияға екеуіңізді ортаға алып, сіздердің мәселелеріңізді талқыға салып. Диана ханым, енді кешеден бері сол тақырып қозғалып жатыр. Мен сол кешегі тақырыптың айналасына бір сұрақ қойып кеткім келеді. Кеше Жандос, сен енді мен қорғадым ба енді білмеймін ғой, енді осындай деп мынандай айтып жатсың да. Енді Арина саған сұрақ қойып кетейін деп едім. Сен Жандос сен типажындағы жігіт па? Жалпы былай. Енді қызғанғаныңа қарағанда кішкене сәл уже сен кәдімгі бірінші сезім білдіріп жатқан шақсың. Енді қара, жарайды, оны сұрамай қойын. Кеше менің тақырыбым шығып кетті, енді абьюзер болдық, тиран болдық, жарайды, ортаға шыққанда арғы талқылаймыз біз енді. Бірақ саған сонда как-то бір шапалақ беріп, болмаса арғы дальше добивать етіп жіберетін жігіт ұнай ма сонда? Жоқ. Мен ондайға екінші рет баспаймын, Диана ханым. Білесіз қой? Қалай сен онда танысты, сен жалғастырып жүрсің сол кешегі пікірден кейін. Мен Жандосты жаман деп жатқан жоқпын. Жандостың біз енді не жоқ енді
былай рулас болып келгеннен кішкене бір екеуміздің неміз сәл келеді. Өйткені қызуғандығымыз неміз енді. Мен оны жаманап та айтқан жоқ, бірақ енді кеше өзі бір асыра сілтеп айтып жібергені бар. Мен дальше добивать етіп жіберемін, бүйтіп жіберемін деген. Сол нәрсе сенің миыңа. Қызбен төбелесем деді ғой қысқасы. Жоқ, Диана ханым, олай емес, мен до конца соны айта салайыншы негізі. Бастаған жоқ. Жоқ, айтқан нәрсеңді ақталмай қойшы бауырым, айтып Қалып жатыр емес. қойшы, айтып аласыңдар да сразу ертесін кешірім сұрай саласың. Жоқ, мен кешірім сұрамаймын, давай до конца айтайық. Қазір айтып алсыншы. Не, Диана қай ханым, жерін өзгерткіңіз келіп тұр? Мен қызды ұрам деген кезде оны көгалай қойдай қылып ұрып тастаймын деп жатқан жоқпын ғой, бір қан шығарып ұрмаймын ғой. Просто кешегінде ситуация болатын болса, мен может басқаша поступать ететін бе едім деймін да. Елдің көзінше мен де түсінемін онша, оны жігіттер де түсінеді деп ойлаймын. Елдің көзінше егер қызың, бар алып келе бар салфеткаңды или бүйтіп істейтін болса, мен де беретін едім шапалақ деп құршы деп. Диана ханым, енді мүмкін қыздардың ондай еркелігі шектен тыс сіздерге көрініп жатса, арақатынасы дер кезінде тоқтатып, екі жаққа кете салған дұрысырақ шығар негізінде. Жоқ, негізімен ізбасардың одан кейін жұдырық кетеді, одан кейін тепкілейсіз, одан кейін бір күні қан шығады, одан кейін сіз тоқтамайсыз қан көргеннен кейін. Жоқ, сіздер онша сразу қатты қалып кетіп жатсыздар. Мен негізі жоқ, енді бір күн айттыңыз, екі күн осының үгіт насихат жұмыстарын жүргізіп жатырсыз да, қызға шапалағын беру керек, қандай жағдай болмасын, ол соған лайық дегенде. Жоқ, если өзі қоймай баратса, Диана ханым болады олай. Диана ханым айтсам бола ма? Қайырлы күн Диана ханым. Я мен бұл жұпқа жұп емес қой, әлі таныстықта басталмаған. Таныстықта басталмады. Мен сенбеймін бұларға. Бұл жақта жұптың жұпар иісі де шықпайды. Көздерінде не от жоқ, не симпатия жоқ, не сезім жоқ, нөл бәрі. Нөл. Дым жоқ. Ерасыл саған бір нәрсе айтайын ба? Жандос, тұра тұр, мен сөзімді аяқтап алайын. Мына жерге қарап отырсам, сен брат, бойың ұзын болса да ақыл қысқа жігіттің тірлігін жасап отырсың да мына жерде. Конкретно айтқанда, сен Аринаға сезіміңді білдірдің ба? Оған действиялар жасап, өзіңнің оны ұнататыныңды дәлелдеуің керек еді бұл жерде. Құр ғана сөзбен бәрі шешілмейді бал. Ерасыл, бағана андай сөзді келесі жолы айтпа. Диана ханым, сосын мен саған бір нәрсе айтайын, сен ғана емес бұл жақта сенбей отқаншы. Ешкім сені отқан жоқ неқті маған. Сіз бір андай бір күшті нәрсе айтқандай болмай-ақ қой, 100% деп айтты ғой бағана. Ешкім сені отқан жоқ. Күшті нәрсе айту үшін жүрген жоқпын бауырым. Мен өзім ойымды өзімнің пікірімді айтып енді әрине ой айту өте орынды ғой, бірақ та қатты бір личкаға кетудің қажеті жоқ деп ойлаймын да. Просто мынау кім төреште айтып жатсың ғой сен Аринаға ішің ашыды депші. Менің ойымша бұл Аринаның іші не үшін ашыды? Өйткені анау бірінші күні өзім сезімім бар, туда-сюда дегеннен кейін просто Жандос серьезно қарамағаннан кейін бұл кішкене ішінде бір обида болып қалды да, іші ашып қалды. Неге солай деген сияқты да. Бірақ та енді Аринаның шыққаны бойынша сендер далада жүріп Камила жайлы сұрағаны бойынша менің ойымша бір 100%-ың бір 40%-ы сенде возможность бар сияқты бұл қызды өзіне қаратып алуға. Егер де сен шынымен жаңағы Камиласы бар, басқасы бар, осы жерде айтып жатқан ағайындардың пікірлерін тыңдамай, просто көрші, мүмкін шығады. Енді сіздерде таныстықтың жалғасатын шешетін кім? Арина, өзіңізден сұрайық. Мен. Негізі Диана ханым, таныстық тоқтайды. Таныстық тоқтайды, мен өзім өткерімді күтемін. Екеуміз де шамалап бірімізге ұнап жатқанын. Лучше осымен тоқтатып, өз-өзім. Әркім өз үміткерін күткені жөн. Жандос? Диана ханым, негізі осы шешім дұрыс. Дұрыс? Өйткені біз кешкісін бар сөйлестік қой. Сол кезде негізі бұл жерге көп әңгіме шықпай жатыр да. Сол жерде негізі бірімізден түсінген, что бірімізді кимейміз Диана ханым. Ең дұрысы негізі өз үміткерімізді күткеніміз жақсы. Ал Арина өз үміткерін күтеді ғой, сіз басқа жанды күтпейсіз бе? Жоқ, Диана ханым, осы жерде өзіме тағы да көп алғанда өмай-ақ қойын, бірақ Камила екеумізді Құдай битіп қосты ғой кезінде. Енді мен ойламайым, қосылайықта екеуміз қайттан қосылып кетеміз депші. Камила... Ойламаймын ба, әлде сенімдімін бе? Сенімдімін. Сенімдісіз. Онда енді күтпейміз Камиланы. Күтпейміз. Сіз де күтпейсіз. Мен де күтпейміз. Жоқ, ол келмейді да ол. Ондай сөзді айтпаңыз. Қосылайыққа келмеймін дегендер айналып 6 реттен 8 реттен келіп жатыр. Оның бірі менің алдымда отырған сіз. Деген сияқты ғой, енді өмір ғой, өмір. Жарайды, жайғасыңыздар. Хан былай ғой, кешеде постоянно реклама кезінде той қашан деп келеді да мен жанымашы. Кіммен той десем, Камиламен той. Сен өткендегі смс из прошлого Камила жазды ғой, бір нәрсе болса Камила деп өзі тыға береді да, сосын мен вообще басқа адаммен сөйлесіп жатқам. Сөйтіп кіммен сөйлесіп